Мөлдірдің ұзату тойы Қосылайықтың жаңа маусымында өтпек. Сонымен қатар той туралы айтылмаған ақиқаттар ашылды. Той жайлы алғашқы ашы ақиқаттар да белгілі бола бастады. Еске сала кетейік, жақында Қосылайық жобасының редакторы Альмира ханым өз шаңырағында үлкен думанды той өткізген болатын. Бұл қуанышқа тек Қосылайықтың ғана емес, сонымен қатар Сезім бағы және кезінде көпшілік сүйіп тамашалаған Қалаулым жобасының ұжымдары да арнайы шақырылып, құрметті қонағы ретінде қатысты. Дәл осы салтанатты кеште мисс Мөлдір қызымыз бен Айсажан да қонақтар қатарынан табылып, олардың алдағы болатын үйлену тойы да әңгіменің басты тақырыбына айналды. Екі жобаның бас қосқан дүбірлі тойда Мөлдір мен Айсажанның эфирдегі тойы жайлы талқыланды. Тойда күтпеген жағдай орын алды. Айсажан той үстінде Мөлдірге біздің тойымыз қай жоба аясында өтеді деген сұрақ қойғанда, Мөлдір еш кідірместен әрине Қосылайықта деп жауап берді. Бұл жауап Сезім бағы жобасының жүргізушісі Камила ханымды таң қалдырғандай болды. Олардың арасындағы қысқа диалог көрермендер тарапынан да қызу талқылануда. Альмира ханым мен Камила ханым құдалық той жайлы айтты, сонымен қатар Айсажан мен Мөлдір жайлы талқылады. Ал беташар тойына қатысты әзірге нақты ақпарат жоқ. Қай жобада өтетіні ресми түрде жарияланбаған. Бірақ Сезім бағы жобасының белсенді көрермендері мен қолдаушы апалары бұл тойдың дәл өздері жақсы көретін жобада, яғни Сезім бағы алаңында өтуін қалайды. Олардың айтуынша Айсажан Сезім бағы жобасының қатысушысы болғандықтан Мөлдірмен өтетін үйлену тойы мен беташар рәсімі де дәл осы жоба аясында ұйымдастырылғанын жөн санайды. Алайда бұл мәселе бойынша нақты шешім қабылданған жоқ. Тойдың өтетін орны мен форматы алдағы уақытта белгілі болады деп күтілуде. Айта кетейік, Еуразия бірінші арнасы арқылы көрсетілген жаңа анонстарда Қосылайықтың жаңа маусымы салтанатты тойлармен басталатыны ресми түрде жарияланған болатын. Жаңа маусымда Мөлдірдің ұзату тойымен қатар Елдар мен Несібелінің үйлену тойы және тағы екі күтпеген тосын тойдың өтетіні белгілі болды. Иә, бұл маусым нағыз махаббат пен қуанышқа толы болғалы тұр. Жастарға ақ жол, баянды болашақ тілейміз.